Балам жақсы, өнегелі, ел білетін адам болып өссін деп тілейтін ата-ананың жасайтын ырымдары мен тыйымдары, жол жоралары да көп. Солардың бірі батырлар мен балуандардың, көсемдер мен еңбегі сіңген ел ағаларының отырған немесе жатқан орындарына аунатып алу ырымы. Солай жасаған күнде жақсының қасиеті дариды деп ұққан. Жай ғана аунатпайды, жанындағы адамдарға оның кәдесін береді. Сол сияқты жас балалардың әйгілі адамдардың қолынан ет асауы да жақсылық нышаны болып саналады. Шыңғыс Айтматов баласын Мұхтар Әуезовтің отырған орнына аунатып алған. Мұндай ырымдар мен жосықтар біздің халқымыздың әдет ғұрып жолдарындағы өзіндік ерекше сенім әрі құрметтеу белгісі деп бағаланады.